Литвалдық құбыжық. 1952 жылдың 12 қыркүйегінде 3 бала аспаннан жерге қарай белгісіз заттың құлағанын байқаған. Олар Литвалдық монстр атты жұмбақ тіршілік иесін тауып алды. Содан кейін айналаны тұман басып, қорқынышты сыбырлаған дауыс естіле бастады. Кейінірек сол аймақты мекен еткен адамдар сол тұманға тұншығып, бірнеше апта бойы құсқан болады. Таман Шудың денесі. 1948 жылы 1 желтоқсан күні Австралиядағы Аделия жағалауында өлі дене табылды. Өлген адамның кім екенін ешкім де білген жоқ және анықтай да алмаған. Кейін оның қалтасында Тамам Шуд деген жазуы бар қағаз табылды. Бұл сөз парсы тілінен аударғанда аяқталды деген мағынаны білдіреді екен. Бұл сөз Омар Хайямның Рубаят атты еңбегінің соңғы бетінде де жазылған. Кейінірек Омар Хайям жинағының көшірмесін қайтыс болған адам тастап кеткені анықталды. Котар синдромы. Котар синдромы өте сирек кездесетін ауру түрі. Бұл синдроммен ауырған адамның миы істемейді. Ол тірі өлік секілді өмір сүреді. Адамдарды тірілей жерлеу көбінесе кездейсоқтықтан болады. Адамды қайтыс болды екен деген қателікпен жерлеу көптеп кездеседі. Кейбір адамдарда өлім жазасына кескен кезде уақытша жүрегі тоқтап қалуы мүмкін. Жерлеу кезінде тірілген адамдар туралы оқиғалар да кездесіп отырады. Қап-қара көзді балалар. Қап-қара көзді балалар өмірде өте сирек кездеседі. Бұл құбылыс балаларда 6 және 16 жасында кездесуі мүмкін. Таррар 18 ғасырда өмір сүрген француз. Ол бір уақытта 15 адамның жейтін тамағын тауысып қоюы мүмкін. Сонымен бірге ол мысықты, қуыршақты немесе жалан балықты түгелдей жұтып жібере алады. Ол осындай тойымсыз болғанымен өте арық болатын.